Баршаңызға сәлем. Диетолог мамандар асқазанды тазартып, ағзаны жақсарту үшін қосымша қоспаларды ұсынады. Олар ешқашан бұзылмайтын тағамның бірі бал мен денсаулық сусыны аталып кеткен лимон шырыны. Суға бал қосып ішудің пайдасы. Ас қорыту жолдарын жақсартады. Бауырды қалыпқа келтіреді. Ағзаңызды тазалауға көмектеседі. Тұмау, бронхит, тыныс алу жолдары ауруларын жояды. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су көмегін тигізе алады. Лимон шырынының құрамында калий көптеп кездеседі. Ол тек ағзаға ғана емес, күйзеліске ұшыраған жағдайда да көмегін тигізеді. Лимон құрамындағы магний, калий және С дәрумені ми, жүрек және жүйке жүйесі жұмысын жақсартады. Қан қысымын бір қалыпқа келтіреді. Теріге нәр беріп, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Сондай-ақ безеу, секпіл, әжімнің түсуіне жол бермейді. Теріні тазалап, оны ағартады. Осы аталған ауруларды болдырмас үшін бал немесе лимон тілімдері қосылған 1 стакан жылы суды аш қарынға таңғы астан 20-30 минут бұрын ішу керек. Ғалымдар бір әдетті қалыптастыру үшін 21 күн жеткілікті екенін айтады. Ал сіз дәрумендерді пайдалануды бүгіннен бастаңыз. Достар, егер видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.